Биыл 1 қаңтардан бастап сот жүйесін оңтайландыруға бағытталған заң өз күшіне енді. Яғни елбасының сот төрелігін жүзеге асыру процесін жеңілдету және дауларды соттан тыс шешу тетіктерін қарастыру ісі қолға алынды. Жалпы сот жүйесіндегі өзгерістер туралы қарапайым жұрттың естігені бар болса да, көбі түсіне бермейді. Бүгін біздің арна тілшілеріне Елордадағы Алматы аудандық сотының судьясы Жандос Жетібаев өзгерістер туралы қарапайым тілмен түсіндіріп берді. Айтуынша, биылдан бастап еліміз медиациялық сот ісін жүргізу тәсіліне көшті. Батыс еуропалық тәжірибеге сай, енді бірінші деңгейдегі соттар жәбірленушілердің талап арыздарын қарау мерзімін 7 күннен 15 күнге дейін созған. Ал судьялар істі қабылдау не болмаса қабылдамау туралы шешімін бұрынғыша 5 күн тізбелік күнде емес, 5 жұмыс күні ішінде шығаруы тиіс. Бұл арызданушы мен жауап беруші тараптың құқықтарын теңестіріп, екі тараптың уағдаластыққа келуіне мүмкіндік туғызады дейді судья. Мысалы, талапкер өзінің жауапкерге өзінің талап арызын бере отырып, берген екен, ол жауапкердің де құқығы да шектеулі мүмкін ғой. Осыған байланысты 7 жұмыс күні ішінде үлгере алмайтындығын, қарсы талап арыз беру, немесе сараптамаға өткізуге байланысты, немесе басқа мамандарды тартуға байланысты 15 күн жұмысының ішінде қарастырып, бір сот отырысынан қарауға бізге мүмкіндік бар. Бір сот отырысынан, бұрында бір сот отырысынан сот отырысы кете беретін тұғын 3 рет, 4 рет қарауға. Оның барлығы шығын мемлекетке. Сот қызметкерлерінің сөзінше басты талап сот жүргізу ісінің барынша жеңілдету болып табылады. Осы орайда шағымдану инстанцияларының санын азайтып, қағаз басылықтан арылуда халыққа көмегін тигізері анық. Мәселен, бұдан бұрын елімізде істі ең алдымен аудандық не қалалық сот қарайтын. Кейін ол апелляциялық органға, одан әрі облыстық соттың кассациялық инстанциясына жіберілетін. Бұдан кейін шағымды жоғарғы сот алқасы қарап, соңғы шешімді жоғарғы соттың қадағалау алқасының судьялары шығаратын. Енді арыз шағымдар тек 3 сатта қаралатын болды. Алғашқысында істі әдеттегідей бірінші деңгейлі соттар қарайды, кейін шағым облыстық сотқа апелляцияға жіберіледі, ал жоғарғы соттың 2 бірдей алқасы кассациялық инстанция болып өзгертілді.